біздікі екен. Қорған да біздікі екен. Түгел әлем өзі біздікі екен қоя алайын. Шын ба? Мақтанбай-ақ сөйлейін, сөзімді менің мақтан дер. Жаттамай-ақ сөйлейін, сөзімді менің жаттан дер. Мен қазақтың баласы, әлемнің алып даласы, бабала жүрген ақтан кер. Монғолия десең біздікі, қазақ малын баққан жер. Астрахан да біздікі, жалаңтөс баһадүрлермен Төле би орын тапқан жер. Россия ренжімесін, Москва да біздікі, момыштың ұлы Бауыржан немістің басын шапқан жер. Немістер ренжімесін, Германияда біздікі, 9-шы май күні Рахымжан Қошқарбаевтар Рейхстагқа туды тапқан жер. Парижде білсең біздікі, Париж біздікі, әміре әнші ән салып, жұлдыздай болып аққан жер. Францияда біздікі, Қажымұқан бабан күресіп, маңдайынан аққан тер. Египетте біздікі, түгел Мысырды билеген Бейбарыс бабам жатқан жер. Аспанда ғарыш біздікі, Талғат пен Тоқтар қосылып, алауын барып жатқан жер, жалауын барып таққан жер. Осы Байқоңыр да біздікі, Жеткербай дейтін ағамыз тойын тойлап жатқан жер. Сөйлей берейін, бері қарай келейін. Швейцарияда біздікі, Храпунов күйеу баламыз ақшаларын басқан жер. Австрияда біздікі, Рахат Алиев қашқан жер. Бәрі қазақтікі, мекені бұл аптал бер, қолың қалай босасын, көңілдер қалай босасын, бабаларына рахмет, қазақ елі жасасын. Құлақты түрсен алайын, айтатын сөзім тағы бар. Мен қазақпын, танымал, арғын атылай деп бөлінбей, бәрімізде бағы бар. Кризис келді деп жатыр, бәлкім бұл сөздің жаны бар. Қазаққа какой кризис? Қорасында малы бар, дастарханында наны бар. Нұрын төгетін алласы, Нұрсұлтандай ханы бар. Ендігі менің тілегім, тек тойдан ғана шаршай, қалғаның бізде бәрі бар.